мына биздин папа да ауырып атыр, дары алып келди өзүнө. Кореяда осулай дары берет. Осылай мына жерде жазып коет барлыгын, страховка барлыгы. За страховкой, без страховки деп. Погон, чагун, донгом дейді. Егерде страховка болмағанда мынандай сумма калатын еді. Қазір вот мынандай сумма калып жатыр. 11.930. Арман да келді. Оянды ерте. И бутакан Арман. Анапо? Арман, 괜찮아? Арука ауырып жатыр. Бәріміз ауырып жатыр, видишь, Аман. Мен күн кеше вообще қызыл, мен ауырып жатқанымызды видеоға түсіруге шама болған жоқ, шыны керек. Не до видео ғой. Сотка стоямай қалды. О, анчасы yok. Анчо. Бала маған қысаған еді достар. Бүгін больницаға барамыз тағы да, дәрі алып келуге. Дәрі ішеміз. Ару Арманды киіндірдім. Қазір өзім киінем. Больницаға кетеміз. Күйеуім күн ұйықтап жатыр. Яганнан келген, сол үшін таксимен барамыз. Бір нәрсе деп сөйлеп жатыр, әйтеуір ауызы болмайды Аруканың. Таксиға мінсе, аталармен сөйлеседі, бөтен адамдармен сөйлеседі. Өзінің әңгімесін айтып кетеді. Шей алмайды. Арман сүйді жолға қарайды. Больницаға келдік. Санбуинга на пион деп, міне 5-ші этаж. Мына жерде барлық жазылып тұр. Арт жағынан кіріп жатырмыз. Кореяда здание өзі больница, вот қараңыздар, больницаның артында кофе-шоп бар, кофе-шоп. Каждый больницаның өзінің аптекасы болады. Мына жерде детский киімдер, потому что бұл жерде роддом бар. Ару Арман қажа? Бұл больницада мен босандым. Қазір біз 5-ші этажға көтерілеміз. Чаңю Санбуинга. Бұл жерде мен по-женски сол босанатын кезде осы жерге барып жүрдім. 5-ші этаж детская больница, кішкентай балдардыңқы. 문이 닫힙니다. Бәріміз 5-ші этажға көтеріп жатырмыз. Детская больница. О май гад. Адам өте көп екен. Қырғын қараңыздар. Ужас. Больницаның ішін сіздерге дұрыстап түсірейінші деген едім. Адамдар өте көп екен, сол үшін түсіре алмадым. Қысқа өзім айтып кететін болсам, корейский больница шыны керек өте қолайлы. Кіресің, фамилияңды айтасың, бір жазылып болғаннан кейін мынандай экранда осылай номер тұрады, уже сені шақырады. Медсестра температураңды тексертіп, неге кіргізеді жаңағы врачтың кабинетіне. Ішінде барлығы, егерде қазір сіздер ауырсаңыздар, почка болсын, жаңағы тексеру үшін анализдің бәрі осының ішінде. Ана бір жердің түкпіріне бармайсың, уақытты созбайсың, барлық полностью обследование жасап, диагнозға лайықты етіп дәрілеріңізді береді. Ульбом 괜찮아요. 괴물이다. 조심히 아루. 이거 괴물이야. 네. 엄마 빨리 와. 엄마 보고 있어. 사진 찍어요. 아르만도 똑같이요. 네, 아루 것 같은 거요. 이월 없어요. 보자. 아이고, 아르만 잘했어. 주차 맞을 거야? 네. 엄마 빨리 와. 왜 빨리? 엄마 여기 있잖아. 빨리 와라고. 엄마 여기 있어. 어디 와요? 당신 안 되지? 음식지 마.
움직이면 안 돼요. 아르만 조심. 움직이지 마. 자요. 아프게. 먹이 볼 거야. 잘했어요. 아프게. 잘했어요. 같이 기침 거야 돼. адам көп болғаннан кейін врачтың есінен шығып кетті ма жаңа чупа чупс беруге, соған арман шығарды. Чупа чупс қайда, неге бермей жатыр деп сұрап отыр ғой. Адамның күлкісін келтіріп. Қазір кесан жасап жатырмын, уже этот жаңағы төлеп жатырмын. 5000 вон шықты. Со страховкой сол. Корейский больницада ауырған кезде кірсең, жаңағы врачқа кіресің, жаңағы обследование жасайсың, содан кейін осылай қағаз береді. Осы қағазбен аптекаға барып таблетка аламыз. Каждый ауырған сайын осылай таблетка аламыз аптекадан. Осылай. Кореяда таблеткаларда анандай пачкалап, коробкалап сатпайды. Өзі арнайы 5 күнге, 3 күнге, өзің сұраған күніне, өзі в основном 5 или 3 күнге береді дәрілерді, өстіп құйып береді. Солай алып ішіп жүреміз, одан кейін болды. Осылай өзі бизнес жасайды екен. Басында маған ұнайтын еді осындай нәрселері, но на самом деле мысалға 3 күнге береді еді. Басында 3 күнде жазылмайды балдар. Содан қайтып барасың, қайтып сол консультацияға төлейсің, жаңағы дәріге төлейсің, плюс сөйтіп ақша табады екен кәрістер. Біз аптеканың ішіндеміз. Кореяда аптекалар осындай, ешқандай разница жоқ сияқты. Қазақстанда да осындай, Кореяда да осындай. Балдардың өз жақтарына дейін қойып қойған, чтобы осылай сатып алу үшін. Арман қазір кішкене онша реакция бөлмейтін болған ондай нәрселерге. Қараңыздар, мына жерде бір слива сатады, осындай бір пайдасы бар сияқты. Интересоваться етіп оқымаппын, бір күні оқып сіздерге айтпасам. Және де Кореяда осындай тіске арналған неше түрлі заттар сатылады. Қалай тісті тазалайды, осы тіске қатты қарайды. Біз дәрімізді алдық. Дәріміз мына жерде тұр. Барлығын грамдап берді. Қазір такси күтіп отырмыз. Үйге барамыз. Үйге емес, садикке апарып тастаймын бұларды. Өзім больницаға барам. Мен де қатты ауырып жатырмын. Шашты тарауға да уақыт болмады. Енді Арманды қазір садикке апарам, өзім больницаға барам. Сотканың зарядкасы өшіп жатыр. Менімен бірге болғандарыңызға үлкен рахмет. Біз енді жазылғанда енді сіздерге басқа видео түсіруге тырысамыз.